Достар, қайырлы күн. Мен бүгін өзімнің салонымды аштым, соны сіздермен бөліскім келіп тұр. Қазір қараңыздар, маған алғашқы клиенттер келіп жатыр, достар. Сізге нежный макияж керек па? Иә. Жақсы. Сізде мен сияқты сұлу болғыңыз келе ма? Иә. Жарайды, мен бәрін сұлу қыла аламын, мен қолымнан келеді. Мен өйткені өзім сұлумын ғой. Мен әлемдегі ең сұлу қызбын, бәрібір мен сізді қанша бояндырсам да мен де сұлу бола алмайсыз. Біліп қойыңыз. Менде пока спонж деген жоқ, сондықтан да мынандаймен сүртетін боламын. Қараңыздар. Бетіңіз нашар екен, менікі сияқты емес екен. Мен бәрібір сұлу боларақпын, иә. Мен сұлу болған соң мені таңдадыңыздар ма? Иә. Менің атым Наконай. Бұл Наконай салоны деп аталады. Сіздің атыңыз кім? Айша. Айша. Айша деген әдемі ат екен. Бірақ менікі сияқты әдемі емес. Наконай деген бәрібір әдемі, иә. Тен жағамыз көзіне. Менде пока кисточка жоқ, сол үшін мынандай ухачисткамен бола береді. Қазір сұлу қылып шығарам. Бүгін көзіңізді жұмыңыз. Ойбай, сізді достарыңыз танымай қалмасын тағы. Міне достар, қараңыздар, мен қандай өте әдемі қылып бояндыра алам. Мен өзім сондаймын, бәрі мені мақтайды. Мен қолымнан бәрі келеді, мамам да мені мақтайды. Наконай сен пысықсың, сосын сұлусың дейді. Білем мама дегем. Мен ең сұлумын әлемдегі деп. Үштіп мақтайды. Мен сияқты ешкім бояндыра алмайды ғой, бәрібір. Кішкене қалды, шыдай тұрыңыз, және мен сізге бонус ретінде прическа жасап берем. Иә? Иә. Қазір. Достар, біз енді туш жағамыз, мынандайды білесіңдер ма? Осындай туш жағамыз, сонда көзі кірпік жалғаған сияқты сұлу болып тұрады. Көзіңізді жұма беріңіз, мен сізге бұлай жасап берем. Қандай сұлу болып кеттіңіз? Кішкене қалды, шыдай тұрыңыз, және мен сізге бонус ретінде прическа жасап берем. Иә? Иә. Қазір. Достар, біз енді туш жағамыз, мынандайды білесіңдер ма? Осындай туш жағамыз, сонда көзі кірпік жалғаған сияқты сұлу болып тұрады. Көзіңізді жұма беріңіз, мен сізге бұлай жасап берем. Қандай сұлу болып кеттіңіз? Сосын менде қас бояйтын пока жоқ, сол үшін тушпен бояй салам. Енді достар, мен прическа жасағым келіп тұр. Сіз менің алдыма отырсаңыз болады ма? Мына жерге отырыңыз, мен сізге қазір күшті прическа жасап берем. Қазір мына невидимкаларды тағамыз. Мына достар, бұлай тағамыз. Сосын мынаны бұлай тағамыз. Сұлу болып жатыр, иә, достар. Қазір бізде не бар еді? Тағы да мынандай заколға қыстырамыз, өйткені бұл адамға сұлулық береді. Қараңыздар. Және де осындай заколкамызды тағы шашына қыстырамыз. Бұлай қылады. Девушка, өзіңізді көруге дайынсыз ба? Иә. Жақсы, онда көзіңді жұмыңыз. Тадам! Тұрымда не істеп тастағансың? Мен саған маймылмын ба? Үйбай, ешек маймылсың ғой сен? Өзіңде түрің маймыл сияқты ғой. Ақшамды тастада, онда кет намаша. Тастамайым. Тастап кет, онда мен сені сотқа берем, қас. Болыпты, қас меніңе лақтырам. Бар, шығып кетші, бар. Ұнамайды дейді, өзі маймыл сияқты ғой. Барсын шәрім. Ұнамаса қажет емес, кеме-ақ қойсын. Келесі, кіріңіз. Сізге не керек? Маған макияж пен прическа керек. Жаққа жағамыз. Енді сенің көзіңе тен жағамыз. Қазір саған қандай түс жарасатынын мен білем. Өйткені мен әлемдегі ең керемет визажистпін ғой. Бірақ мен оқымағам ешкімнен. Мен өзім самостоятельныймын, мен бәрібір ақылдымын бәрінен. Маған ешкім жете алмайды. Сізге мынау тен жарасады деп ойлаймын. Сондықтан да өзіңізді сен тапсырғанға рахмет. Міне. Қазір мен жұртты сұлу қылам.
Сізде туған күнге бәлі жігіт ғашық болып қалатын болады. Шошын сені кім бояндырды деп жігіттер сұраса, айт, менің Наконай деген досым бар де, оның да жігіті жоқ деп маған жігіт тауып берсейсің қайта. Жарай ма? Тағы да мен сенің жігітіңді тартып алмайын. Мен шылумын ғой, тағы ғашық болып қалып жүрмесін маған жігіттер. Ерінді үлкейту керек, себебі жігіттер ғашық болып қалатындай болу керек. Қазір міне дәу етіп бояу керек. Сонда әдемі болып тұрады. Достар, енді біз бұған прическа жасаймыз. Макияж болды, өте әдемі болды. Біз қасын бояуды ұмытып кеттік. Қазір қасын бояп берем. Міне осылай және былай. Енді біз прическа жасаймыз. Шашыңыз аттың құйрығындай екен өзі. Қазір прическа жасаймыз. Бәрібір ұзын шаш деген жақсы, бәрібір маған ұнамайды. Өйткені менің шашым сияқты болмайды, бәрібір мені. Менің шашым бәрібір сұлу ғой. Әлемде маған ешкім жетпейді. Мен ең сұлуымын бәрібір. Енді прическа жасаймыз. Мына шашын аламыз, бұлай қайырамыз, бұлай қайылып, бұлай қойып қоямыз. Сосын бұлай қойып қоямыз мынаны. Және осы қыстырғышты да мына жағына қыстырамыз. Сосын тағы не бар? Сосын мына заколканы бұлай қыстырамыз. Міне, сұлу болып жатыр, шашын бұлай көтеріп берем қазір. Шашын солай. Сосын мынаны аламыз да бұлай қыстырамыз. Болды. Сіз дайынсыз. Девушка, өзіңізді көруге дайынсыз ба? Иә. Ендеше, қараңыз. Қуанғаннан құлақ қалмаңыз тағы. Мынау не түрім, не мынау шашым? Не болды? Бүгін бәрі достарым күледі ғой маған. Не болыпты, шылу болыптышың ғой? Бүйтіп істегенше істемей ақ қой, сен вообще салон жабасыңшы. Үйбай, ишак маған мінезін көрсетіп тұр ғой мынау. Ишак ешқайсына ештеңе ұнамайды. Мен қадірімді білмейді дағы, ал басқалар. Менен басқа жерден визажист табам деп тұрма. Мә табасыңдар. Құрсыншы өзім боянайыншы одан да. Әлемдегі ең сұлу қыз мен болам. Әлемдегі ең сұлу қыз мен болам. Наконай, біздің достарымыз мақтады. Макияждарыңды ма? Иә. Мен жақсы визажистпін деп айтсам, өздерін сенбедіңдер ғой. Енді мен сендерді кешірейін ба? Иә. Жарайды. Онда біз достарымыз, иә? Иә. Сен атың кім? Күнімай. Доспыз. Сен атың кім? Айша. Доспыз. Достар, біздің видеомыз ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңдер. Бұл менің жаңа достарым, Күнімай және Айша. Сау болыңдар.